Шағай тас жолында жыл сайын көптеген жағымсыз оқиғалар болады, әсіресе жол апаты көп болады. Кейбіреулер жолдың астында зират бар дейді, басқалары сол жолда қаза тапқандардың рухтары кезбе болып жүр дейді. Көптеген адамдар түнде тұяғы бар қыздың бейнесін көрген екен. Ол жолдың жиегінде көліктерді тоқтатады дейді. Сондықтан жүргізушілер бұл аймақта өздерінің темір тұлпарына ешкімді жақындатпауға тырысады. Әсіресе таксистерге бұл қыз көп жолығады екен. Егер таксиді тоқтатып, өздері мінгізбесе, ол қыз арттарынан тұяқтарын тықылдатып жүгіреді екен. Сол себепті мұнда көп темір тұлпарлардың егелері көп жүруге қорқады. Қапшағай тас жолы өте қорқынышты жерлердің бірі Алматыдағы. Мен өзім сол жерден өткен кезде үрейленіп қорқып өтем. Себебі ол трасса жөнінде мен өте көп қорқынышты жайттар естіген болатын. Оның бірін сіздерге осы жерде өзім айтып берейін. Менің естуім бойынша ол Қапшағайдағы қыздың нақты нұсқасын білмеймін, бірақ менің естіген нұсқам осындай. Ол қызды бір таксист жігіт зорлап, қинап, азаптап өлтіріп, сол жерге қалдырып кеткен. Қапшағай трассасына көміп қалдырып кеткен. Және де сол жерде бір жылқыны қағып өтіп кеткен. Жылқы сол жерде қалып, қыздың денесімен бірігіп, сол кезде қыздың денесімен біріккендіктен қыз тұяқты қызға айналады. Жылқы мен адамның денесі шатасқан соң, қыз тұяқты қызға айналып, әр өткен таксисттардан өзін өлтірген, азаптаған адамның түрін іздейді екен. Жолаушы ретінде тоқтатып таксистерді. Өте қорқынышты, Келесі видео.